Қайырлы күн, мен Ұлдана. Алдыңғы видеода сіздерге уәде еткендей, бүгін омыртқа жаттығуларымен бөлісетін боламын. Менімен бірге жасаңыздар. Жасаған болсаңыздар, комментарияға плюс қалдырып, комментария жаза кетіңіздер. Және де осы видеомен бөлісе кетіңіздер. Менің каналыма субсcribe етуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Әр қимылды баяу орындап, омыртқаны сезінеміз. Арқаны босаңсытуға арналған жаттығу. Демді аламыз, демді шығарамыз. Арқаны көтеріп, түсіреміз. Сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Екінші жаттығуымыз кобра деп айтылады. Бұл жаттығу омыртқаны ашуға көмектеседі. Бір жасағанда 10 реттен 3 мәрте қайталауға болады. Демді алуды, демді шығаруды ұмытпаймыз. Үшінші жаттығуымыз бала позасы деп айтылады. Бұл жаттығу арқаны мойынды босаңсытуға арналған жаттығу түрі. Бұл жаттығуда демді еркін алып, еркін шығаратын боламыз. Бұл жаттығуымыз белдегі және іш бұлшықеттерін нығайтады. Аяқты көтеріп, 5 секунд ұстап тұрып, қайтадан түсіреміз. Кезек-кезек жасаймыз. Дем аламыз, демді шығарамыз. Жамбасты көтеру. Бел мен жамбас бұлшықеттерін күшейту үшін арналған. Дем аламыз, демді шығарамыз. Жай көтереміз және түсіреміз. Бұл жаттығу әйел адамдарға өте пайдалы. Күніге таңертең 20 рет, кешке 20 рет жасаса да өте пайдалы жаттығу. Тізені кеудеге тарту жаттығуы. Белді созып ауырсынуды жеңілдетеді. Әрқашан өзіңізбен шынайы болыңыз. Демді алыңыз, демді шығарыңыз. 10 рет, 5 рет қайталасаңыз да артықшылық етпейді.
Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Жаттығу ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Алматылық тұрғындар болса, офлайн қатыссаңыздар болады. Сіздерді күтемін.